Сәлеметсіздер ме? Менің аты жөнім Бүйінбаева Маржан, мен педиатр дәрігерімін. Бүгінгі күннің тақырыбы энтеровирустық инфекциялар. Энтеровирустық инфекция бұл энтеровирустармен туындайтын жұқпалы аурулар тобы. Энтеровирустар дегеніміз ішек вирустары. Олардың түрлері өте көп. Клиникалық түрлеріне қарай ангина, диарея, конъюнктивит түрінде көрінуі мүмкін. Көбіне 3 жастан 10 жасқа дейінгі балалар ауырады. Емшектегі сәбилердің ағзасында анасының сүті арқылы келетін иммунитет болады. Алайда бұл иммунитет тұрақты емес және емшектен шыққаннан кейін тез жойылып кетеді. Бұл вирустар ауа тамшы жолымен арқылы беріледі. Түшкіру немесе жөтелген кезде сілекей тамшылары арқылы ауру баладан сау балаға жұғады. Жеке гигиена сақтамаудан су арқылы шикі және қайнамаған су ішкеннен де орын алады. Егер балалар ойыншықтарды аузына салатын болса, одан да жұғуы мүмкін. Ауру кезінде дене қызуы 38-39 градусқа дейін көтеріледі. Температура көбіне 3-5 күнге дейін болады. Содан кейін төмендей бастайды. Көбіне дене қызуы ауыспалы болады. 2-3 күн дене қызуы көтерілсе, одан кейін түсіп, кейін қайта көтерілуі мүмкін. Температура жоғарылаған кезде бала әлсірейді, ұйықтай береді, бас ауырады, құсу және лоқсуы ықтимал. Сонымен қатар мойын және жақ астындағы лимфа түйіндері үлкейеді. Себебі вирустардың көбеюі осы жерде орын алады. Емделу үй жағдайында өтеді. Жүйке жүйесі жүрек зақымдалса, немесе қызуы түсіретін дәрілер бергеннен кейін де дене қызуы төмен түспей қойса, ауруханаға жатқызылады. Дене қызуы жоғары болған кезде бала төсекте жату керек. Ақуызға бай, жеңіл тағамдар жегені дұрыс. Сұйықтық ішкізе беру керек. Мысалы, қайнаған су, газсыз минералды су, компот, шырын, морс. Профилактика үшін жеке гигиена ережелерін сақтау қажет. Дәретке барғаннан кейін, далада серуендеп келгеннен кейін қолды жуу, тек қайнаған суды ішкен дұрыс. Энтеровирустық инфекциялармен күресуде иммунитетті нығайтуға арналған дорамарин дәрумендерімен бала ағзасын байыту қажет. Өздеріңізге қажет ақпарат алдыңыздар деген сенімдемін. Сіздердің және балаларыңыздың дендері сау болсын. Келесі кездескенше.